Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ажи бараты исламдағы 5 парыздың бері болған ұлы ғибараттар. Бұның өкімі фарз. Исламда 5 түркік болса, бірі ажылық. Аллах Таала Құранда айтады: Аллах Таала үшін адамдарға Байтулланы ажы қылу фарз болды дейді. Егер кімде-кім жолына қадыр болса деп Аллах Таала айтты. Мына бұл аятта Алланың разылығы үшін ажыға бару фарз болды деп, жолына мүмкіншілігі бар, қадыр болған адамдарға деп Аллах Таала Құранда фарз қылды. Демек, жолына қадыр болған адамдар әлбетте ажыға бару шарт. Себебі бұл аятта Аллах Таала фарз екендігін бізге баяндады. Демек, кімде-кім ажының фарзын ішенбей қапыр болса, ішенбезе дейді. Аллах Таала бүткіл аламдан мұқтажсыз, алардың қылған ажылары деле Аллах Таалаға негізі керегі жоқ. Болғаны адамдар ажы қылуменен көптеген Аллах Тааласына сауаптар тауып алыштығын мына бұл аятта түсіне аламыз. Пайғамбар хадисінде айтады: Айюхан нас қад фараза алейкумул хаж фахуджу. Пайғамбар айтады: адамдар, Аллах Таала сілерге ажыны парыз қылды, сілер ажы амалдарын атқарғыла деп Пайғамбар хадисінде дағы бұйырған. Демек, бұл ажы ибараты Аллах Таала бізге парыз қылған ұлы бір ибарат. Әлбетте біз бұны атқарышсақ, біз исламдағы бір парызды атқарған болып есептелеміз. Құдай настарғанса жүзіміз жарық бола тұрған ұлы амалды атқарған боламыз. Ажы дегені, мындай түсіндірмесі, ажы деген бір ұлы ибаратты мақсат қылу, бір белгілі уақытта, белгілі шарттар менен деген мәнін түсіндіреді. Демек, бұның өзінің ажының шарттары бар. Ажының шарттары да толық болуш керек баруға. Негізі, ажыға бару бұл өте ұлы амал. Мына ұлы іште қас қылу, мақсат қылу дегендей. Пайғамбарда башқа бір хадистерін айтады. Бұл ажылықтың фазилеті, мындай сауаптары, қасиеті жөнінде айтсақ, Пайғамбар айтады: "Ман хаджа фалам ярфус валам яфсуқ ража каяумин валадату уммуху" дейді. Кім ажы қыла тұрған болса, ажыға барса дейді. Ажыға барғанда бір уя сөздерді, жаман сөздерді сөйлеген болса, күнештерді қылбаған болса, ажыда тәртіп сақтап, бұйырған амалдарын тағат қара тұрған болса, бұл адам ажыдан қайтады дейді. Құды баяғы енеден туылған баладай болды дейді. Мұндай шаққанда нәрісте баладай ешқана күнезі қалбастан ажыдан қайтып келеді деп Пайғамбар хадисінде айтты. Демек, бұл ажылықтың соғы өте ұлы. Бұл бізде бардық күнелесі кешіріп, енеден төрелген баладай болуштуызға себеп болады екенді. Да башқа бір хадисте айтады Пайғамбарымыз: "Вал хаджил мабрур лайса лаху жаза иллал жанна". Қаул болған, мұндай шаққанда ажылықтың шарттарын толық атқарған, ажыға барған жаман сөздерді сөйлеген, күнештері қылбастан, Құдай бұйырғандай, пайғамбар көрсетіп бергендей ажылар ғибараттан атқарып келген адамға дейді, алға бейіштен башқа берек жоқ дегенге пайғамбарымыз. Демек, мұндай адамдар үшін әлбетте Аллах Тааланың бейіші күтіп тұруштығы, мұндай адамдар әлбетте бейішке кіріштігін пайғамбар хадисінде дағы айтты да. Демек, Пайғамбар да бір хадисінде айтады: Аллах Таала дейді, тозоқтан ең көп адамдар азат қыла тұрған күн бұл Арафат күнінде дейді. Алла хаджи ал Арафа деген пайғамбар хадис бар. Бұл ажылық, бұл Арафат дегенде. Демек, алжекқа барып тұрып, ажыға барған кезде Арафатта тұру бұл фарз амал. Арафатта тұрған уақытта мына пайғамбар хадисінде айтқандай, ең адамдарды көп тозоқтан құтқарыла тұрған, көп азат бола тұрған күн бұл Арафат күні дейді. Біз алжеге барғанда өтіп кеткен ата-енелеріміз, жақындарымызға дуа қылып, Құдайым алардың кетірген кемшіліктерін кешір деп дуа қыла тұрған болсақ, әлбетте Аллах Тааланың дуаларын қабыл қылып, алардағы қияматтың тозақ отынан құтқарыштығына бұл чоң себеп бола тұрған амал Арафат күні болады екенде. Ошондуктан мына ажынындағы ұлы қасиеті бұл Арафатта тұрып дуа қылсақ дағы дуаларымыз қабыл болады екен. Алымдар айтады, Арафатта дуа қабыл болбай қалады деген күмәнден алыс болу керек. Себебі шексіз Аллах Таала күмәнсіз дуаларды қабыл қылады деген сөздер бар. Ошондуктан біз барып ал жерге барып көптеген өзіміздің дүние ақыретімізге жақсы тілектерімізді дуаларымызды қылып келсек, иншалла, әлбетте бұлар қабыл болады. Пайғамбарымыз хадисінде табиу байнал хаджи вал умра фа иннахума янфиянил фақр вад дунуб кама янфил кир хубусал хадид вад захаб вал фидда ва лайса лил хаджати мабрура савабун иллал жанна. Пайғамбар айтады, сілер ажы менен умраны дейді, мындай арқа-марқа қылғыла дейді, улантып қылғыла. Әлбетте ажыға барған адамдар умра деле қылады. Себебі ажы менен умра дейді.
баягы инсандын жашоонан кембагалдыкты кетирет дейт да. Жана күнөөнү да кетирет дейт пайгамбарыбыз. Худу жанагы темирчилер оттун алоо менен үйлегенде баягы темирдин датын, кирин, баягы алтын менен күмүштүн кирлерин кетирген сыяктуу дейт. Ажы менен умра кылган убакта дейт да, бул инсандын жашоонан жакырлык, кембагалдыкты бул кетирет. Жана бардык күнөөлөрдү худу баягы темирдин датын, кирин жана оттун алоо кетирген сыяктуу кембагалдыкты жана күнөөлөрдү бул ажы умра кетирет деп пайгамбарыбыз айтты да. Демек ажыга барган адамдар Кудай кааласа эч качан жашоонда кембагал болбойт. Эгер ыхлас менен Кудайдын ыраазычылыгы үчүн бара турган болсо, ажы баратан толук аткара турган болсо, анын жашоонан кембагалчылык кетет экен, жана бардык күнөөлөрдөн таза болот экен, куду баягы темир, кирден таза болгон сыяктуу деп пайгамбарыбыз айтты да. Эми мындай күнөөдөн таза болгон ажыга пайгамбарыбыз айтат, бунун сообу албетте бейиш дейт да. Кыяматта Аллах Таала бул адамга бейишти гана насип кылат экен да. Пайгамбарыбыздан бир хадисин айтат: "Ал-худжач вал уммар вафдуллах" дейт да. Ажылар, булар умра кылган адамдар Кудайдын меймандары, Кудайдын коноктору дейт да. Кудайдын коноктору. Себеби булар Аллах Тааланын үйүнө барат. Ал жер Меккеде Каба, бул вахий түшкөн, пайгамбар чыккан, Куран түшкөн жер, бүткүл аламга дин таркаган улуу жер. Эгер бул жерге барып ажылар, умра кылган адамдар Аллах Таалага дуа кылса, албетте Аллах Таалалардын өзүнүн меймандары, өзүнүн конокторунун дуаларын кабыл кылат экен, тилектерин кабыл кылат экен. Эгерде күнөөлөрүн кечиришин сурай турган болсо, Аллах Таалалардын бардык күнөөлөрүн кечирет деп пайгамбарыбыз мына хадисте айтты да. Башка бир хадисте пайгамбар дуаган экен: "Аллахумма гфирлил хадж ва лиман истагфара лахул хадж". Аллахым, бул сенин үйүңө мейман болуп, конок болуп келген ажынын күнөөсүн кечиргиниң, жана ажы кимдин күнөөсүн кечир деп сураган болсо, алардын да күнөөсүн кечиргиниң дейт. Демек, ажынын өзүнүн дагы күнөөсүн кечирилиштигин пайгамбарыбыз айтып атат. Жана ажыга барган адам башка бирөөлөргө дагы бир жакшы тилек кылып, күнөөлөрүн кечирилип, бир жакшылыктарды каалаган болсо, булардын да кабыл болуштугун мына сүйүктүү пайгамбарыбыз хадисинде айтып өттү да. Демек, бул ажылыктын касиетин айтып турганыбыз өтө эле көп. Демек, биз ажыга барып, жакшы тилектерибизди айтып, Аллах Таала бир улуу ибадаттын аткарып келе турган болсок, дүйнө акыретибизде бактылуулукка жетишебиз иншалла. Эми ажыга парз, кандай адамдарга ажы парз болот десе, ажы мусулман адамга, мындай эркин адамга, балакатка жеткен бир кадыр болгон адамга ажы фарз болот. Капырга же балакатка жете элек же кулга ажы фарз болбойт да. Ошондуктан балакат жакшы жеткен адамдар, жолго кадыр болгон адамдар, мусулмандарга албетте ажы иши фарз болот да. Эми бул кадыр болуу деген кандай десе, биз барганга азык-абыз болуш керек, жана улообуз болуш керек да. Мындайча айтканда, барганга азыркы күндө самолетко жете турган, барып жол кире каражатына кадыр болушубуз керек, жана азык-абызга дегени барып келгенге чейинки баягы чыгымдарга дагы өзүбүзгө жараша ошолорго биз кадыр болушубуз керек экен да. Ажыга барыштык үчүн шарттары, себеби биз барып келген убагыбыз, ажыга барып келгенибизде, барганыбыздан келгенибизге чейин баягы үй бүлөбүзгө таштап кете турган акчаларыбыз да болуш керек экен. Себеби биз ажыга кеткен убагыбызда алар дагы бир муктаж болуп кыйналып калбастык керек экен да. Ажынын шарттары негизи мына бул шарттар толук болгондон кийин дагы биз сөзсүз түрдө ажыга баруу деген бир милдетти аткарган милдет пайда болот. Мисалга айтсак, барып келгенге жол киребиз жетет, жол киребиз жетет, бала чакабыз деле барып келгенче калтырып кеткенге каражатыбыз жетет да. Бирок ушунун өзүндө деле эми бир шарты табылды да. Бирок дагы башка шарттары бар. Бул шарттар 5 дагы башка шарты бар. Бул дегени баягы адамдын дени соолугу дагы жакшы болуш керек да. Денеси саламат болуусу шарт, камалбаган болуш керек, жолдун тынччылыгы дагы болуш керек. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө баягы жеңил унааларга уруксат бербегени, себеби жолдо кичине кооптулук болгондугу үчүн азыр жалаң гана самолеттордо барышка уруксат берилди. Демек, мына бул деле ажынын бир шарты болуш керек экен да. Жолдордун тынч болуштугу, инсан ден соолугу чың болуштугу, анан айрыкча аял кишилерге махрам деген маселе бар да. Кээ бир аялдар баягы өз алдынча Россияга же башка шаарларга учуп бара бергендиги үчүн бул жерлерге келип дагы баягы ажыга катталганда махрам деп коет. Атасы же үкөзү же күйөөсү болушу шарт да, агасы, иниси же балдары, мына ушуларды махрам деп коет. Мына буларсыз барса болбойт ажыгачы. Бирок кээ бирлер ушуларсыз эле бара берем дегендей кылышат, бирок бул туура эмес. Себеби бул шарт, албетте аял кишиге махрамы болуштугу шарт да. Махрам болбогон аялдар булар ажыга өзү бара албайт да.
бара албайт. Ошон үчүн анан аял киши дагы иддада отурбаган болуш керек. Баягы турмуштан ажыраган, ал иддасы бүтө элек аялдарга дагы болбойт. Демек, мына ушундай шарттар бар да. Анан кийин ажыга барыштык үчүн баягы карып калган же денеси өтө эле алсыз болуп, мындай оору адамдарга дагы ажыга барганга болбойт. Анан ажыга баргандан кийин жана жогоруда айткан жолдагы тынч болуш керек да. Жолдагы тынч болуп, мындай кооптуулук, коопсуздук болуш керек. Мына мындай учурларда эми ажынын толук шарттары табылат да. Мындай болгондо азыр айттык, мына жол кирези бар, барып келгенге чейин бала чакасына таштап кеткенге каражат жетет, ден соолугу бар адамдарга албетте ажыга баруу бул фарз болуп калат да. Ажыга барып фарз болуп калат. Эми мына бул ажыга баруу исламдагы фарздардан бир фарз деп айттык. Мисал, кээ бир адамдар ажыга кадыр болуп туруп дагы барбаган адамдар бар. Булар албетте күнөөкөр болуп калат да. Себеби мына жогоруда деле айттык, ажынын фазилеттери, касиеттери жөнүндө айттык. Демек, бул шарты бар адамдар албетте ажыга барыш керек, исламда бир фарз да. Себеби пайгамбарыбыз бир хадисте айтты: "Ман арадал хаджа фалията аджал". Ким ажылыкты каалаган болсо, ажыга барууга ниет кылган болсо, ал шашылсын дейт да. Демек, бүгүн кадыр болгон адам кийинки жылга кадыр болбой калышы мүмкүн, ден соолугун жоготуп коюшу мүмкүн, же ошо акчасы кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар адамдар сүрбестен эрте барганы бул жакшы экен да. Ибн Аббас деген сахаба айтат, адам өлөрүндө убакта дейт да, бир нерсени үмүт кылат дейт да. Себеби аятта келет, адамга дейт өлүм келген убакта: "Кудайым, мага кичине бир аз убакыт берип турганыңда, мен жакшы адамдардан болуп алат элем" дегени, "Ваку минас солихин" деп келет да, жакшы адамдардын катарынан болуп калат элем деп үмүттөнөт дейт да. Эгер ошо убакыт берип турганда мага бир аз, мен ажыга барып жакшы адамдардын катарынан болуп калат элем деген деп уламалар бул аят ушундай тафсир этет да, Курандагы жакшы адамдардын катарынан болуп калат элем деп. Ошондуктан ажы иштери кечиктирбеш керек, ажыга кадыр болгон адамдар албетте барыш керек. Бул ажыга барганда өтө бир чоң улуу амал. Ажыга барган кезде, мисалы жана жогоруда айтканда, Арафатта турган кезде баягы дүйнөнүн бардык жактарынан барган мусулмандарды көрөт. Ал жерге бир кызматтагы адамдар же бай адамдар бөлүнбөйт, бардыгы ихрам кийип, бир ак кийимчен туруп, бардыгы бир атанын балдары, бир эненин балдары экендигин өзү көрүп, бул ажында бир хикматтуу алымдар айтат. Арафатка барган убакта дейт да, баягы кыяматтын алдынан бир көрүнүштү көрөт дейт. Себеби кыямат күнү барганда бардык адамдар дагы мына эч бири-биринен айырмаланбастан бардыгы бирдей болуп калган сыяктуу, ажыга барган кезде дагы бири-бирлерин көрсө, бул кыяматтын бир алдыңкы кыямат болбостон туруп, кыямат күндө махшар чогулуш болбостон туруп, бул дүйнөдө бир чогулушу дейт да. Аны көргөндөн кийин албетте адамдар баягы ички дүйнөсү өзгөрүп да, бардыгыбыз бир атанын, бир эненин балдары экенбиз, демек биз кыяматта да ушундай чогулат экенбиз деп жүрөгүнө бир коркуу пайда болуп келгенден кийин баягы мындай жашоого түз карап, жакшы жашоолорун оңдоп кете турган болсо, бул адамдын ажы кабыл болгонунун бир аламаты, белгиси дейт да. Ошондуктан мына аз күндөр калды. Иншалла бул ажы улуу бир фарз амал. Бардыгыбызга Аллах Таала ажыга барууну насип кылсын. Ажыга бара турган адамдар эрте аракет кылуусу керек. Кадыр болгон адамдар мына бул фарзды кечиктирбестен аткарып калууга дагы аракет кылыш керек. Себеби исламда 5 фарздын бири. Аллах Таала бүгүнкү айтылган маселебизге амал кылып, кадыр болгон адамдарды ажыга барышка насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.